Мерекелік бағдарламаға 100 қария арнайы шақырту алды. Олар бір кездері ел дамуына сүбелі үлес қосқан қоғам белсенділері. Білім, денсаулық, спорт, өнер саласының үздіктерімен мемлекеттік қызметті абыроймен атқарғандар. Ардагерлер қазірде қол қусырып отырған жоқ. Ақсақалдар кеңесін құрып, қоғам тәрбиесіне, ел ісіне араласып жүр. Ал бүгін қалада жаңадан салынған әлеуметтік нысандардың құрылысын көрді. Танысты, таңданысты. Облыстың ардагерлері атынан осындай салтанатты, салиқалы, сәулетті күні еліміздің, халқымыздың болашақ перспективасының зор екенін, үлкен екеніне көз жеткіздік. Шын мәнінде біз аға ұрпақ өкілдері еліміздің, халқымыздың өсуі, өркендеуі үшін ұзақ жылдар еңбек еткен сол еңбектің жемісін қазір көріп жатырмыз. 1200 орынға шақталған өнер орталығы тұңғыш президент атындағы саябаққа қарсы бетте орналасты. Орталық халықаралық талапқа сай бой тіктеді. Енді заманауи қажет құралдармен толық жабдықталады. Бұдан соң қариялар мінген автобус алып құрылыс алаңына айналған Батыс 2 шағын ауданына ат басын бұрды. Сымбат жеке мектебі заманауи оқу орындарының бірі. Жеке инвестицияға тұрғызылған ғимарат пен оның озық үлгідегі материалдық базасы білім беру жүйесінің ұтымды үлгілерін пайдалануға мүмкіндік береді. Мектептің басты ерекшеліктерінің бірі 3 тілде білім беретіндігі. Баланың талабы мен талантын ұштауға негізделген шығармашылық академиясы да бизнестің әлеуметтік міндеттеріне оң көзқарасының нәтижесі. 6 мен 18 жас аралығындағы 1000 балаға дейін қамтиды. 100-ден аса үйірме, планетарий, техникалық және IT зертхана, театр студиясы бар. Біз бүгін ардагерлер осы қаламыздың жаңадан салған объектілерді көріп өте марқайып қалып отырмыз. Көп ғимараттар салынып жатыр, тұрғын үйлер салынып жатыр, жұмыс табылып жатыр біздің тұрғындарымызға. Әрине, бұл өте жақсы шара. Біздің жерлестеріміз жан-жақтан келген өздерінің қаражатын қосып, біздің қаламызды өркендетіп жатыр. Соған қуаныштымыз өте. Жұбановтар әлемі ғимараты өз алдына бір төбе. Мұражайда танымал Жұбановтар әулетінің сіңірген еңбегі мен өмір жолы кезең-кезеңге бөлініп орналасқан. Кәсіпкер қаржысын құйған тағы бір нысан жекпе-жек сарайы. Осы жерде күні кеше Туған жер республикалық форум аясында алғаш рет дзюдодан ел президентінің кубогіне арналған халықаралық турнир өтті. Бұл еңселі ғимараттардың әлеуметтік саланың ілгерілеуіне қосар үлесі зор екенін тағы бір дәлелдейді. Мына осы спорт сарайлары керемет қылып кәдімгі салынып жатыр, керемет кәдімгі. Оған деген мынау біздің тіпте үлкен кәдімгі спортшыларымыз солардың да айтып кеткені, осы мінеге жақсы салынып жатқанда соны айтып кеткені, ол деген үлкен баға біздерге берілген. Осындай спорт кешендері көбейе берсін. Көп рахмет біздің құрылысшыларға, біздің жаңағы мынау басшыларға, осыны бүкіл бәрді ұйымдастырып істеп жатқан. Қариялар әр ғимаратты асықпай аралап атқарылған игілікті істерге көз жеткізді. Осының барлығын көрегенділігімен үйлестіре білген басшыларға алғысын жеткізді, еңбегін бағалады. Ал салтанат сарайында мереке иелері үшін дастархан жайылды, аймақ басшысы құттықтады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, сіздер Қазақстанның алтын қорысыздар, таусылмайтын қазынасыздар. Өйткені себебі сіздер өмірдің неше бір қиындықтарынан өттіңіздер. Осы Қазақстанның қазіргі егеменді болып, халықаралық дәрежеге жетіп, дүниежүзінде дамып жатқаны бірден-бір осы сіздердің төккен терлеріңізбенен еткен еңбектеріңіздің арқасында. Ең негізгісі сіздерге денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Ақтөбе облысында жас 90-нан асқан 1000-нан астам зейнеткер тұрады. Ғасырмен құрдас 20 қария бар. Олардың өнегелі өмірі ұрпаққа үлгі. Әр салада табысты еңбек етті, ұрпақ тәрбиеледі. Қазір қоғамға ортақ игі істердің де ұйытқысы болып жүр. Райгүл Еншібайқызы, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.